Бұл сусынды әлемде білмейтін адам жоқ. Зерттеу компанияларының пікіріне сүйенсек, әлем халқының 94% Кока-коламен таныс. Бірақ оның құпиялары туралы барлығы біле бермейді. Ал кеттік. Бірінші, өзгермейтін логотип. Көптеген компаниялар өз логотиптерін өзгерту үшін көптеген қаражат бөліп жатса, Кока-кола оған басын ауыртпаған. Танымал жазу 1886 жылы бухгалтер Фрэнк Робинсонның тырысуымен пайда болды. Робинсон ойлап тапқан логотип қазір де пайдаланып келеді. Компания дизайнерлері тек шамалы ғана өзгерістер енгізгені болмаса, өз тарихында Кока-кола ешқашан белгішесін өзгерткен емес. Жүйкені тыныштандыратын сусын. 1886 жылы кола алғаш сатылымға салқындатылған сусын ретінде емес, жүйкені тыныштандыратын сусын ретінде шыққан. Сонымен қатар Джон Первантон өз сусынының импотенциядан қорғайтынын да айтқан. Құрамында кокаин бар. 1903 жылға дейін коланың құрамында кокаин бар болған. Кейбіреулер мұны тек аңыз деп ойлайды, бірақ ол кезде кокаин тыйым салынған зат болмағандықтан, газ жасау үшін кокаиннің жапырақтары пайдаланылған. Кока-кола әлемдегі ішілетін сусындардың 3%-ын құрайды. Компания басшылары 2014 жылы баяндамасында қызықты мәліметпен бөлісті. Олардың айтуынша Кока-кола әлемде күн сайын ішілетін сусындардың 3%-ын құрайды. Ауыз суды есептемегенде. Қай елдерде Кока-коланы таба алмайсыз? Әлемде бұл газдалған сусынды сипаттамайтын екі ғана мемлекет бар. Куба мен Солтүстік Корея. 2012 жылға дейін бұл тізімде Мьянмада болған. Тәтті сусынды оны ең алғаш пайдаланылған шетелдің бірі Кубаға кіргізу 1960 жылы тоқтатылды. Ал Солтүстік Кореяның дүкендерінде бұл сусын ешқашан болған емес. Кока-коланың барлық өнімін пайдаланып көру үшін қанша уақыт керек? Компания үлкен мөлшерде әртүрлі сусындарды шығарады. Егер күн сайын жаңа біреуінің дәмін татып отыратын болса, барлығын бітіру үшін кем дегенде 9 жыл уақыт керек. Қазіргі уақытта компанияда 3500 сусын бар және 500 бренді бар. Ресей сауда орындарында сусынның тек 20 ғана түрімен таныс. Кока-кола және айға дейінгі жол. Егер осыған дейінгі компания шығарған Кока-коланың 200 мильден сәл көп сусындарынан жол жасаса, оның ұзындығы ай мен жердің арақашықтығынан 2000 есе ұзын шығады. Кока-кола бренді қанша тұрады? Қазіргі таңда Кока-кола 83,8 миллиард долларға бағаланып отыр. Бұл KFC, Subway, Pepsi, Budweiser компанияларының қосқандағы бағадан көп. Барлығына түсінікті сөз. Компанияның айтуынша Coca-Cola әлемдегі ок сөзінен кейінгі ең түсінікті сөз екен. Коланы барлығы жақсы көретін жер. Көбісі коланы ақшты көп пайдаланады деп ойлаған, бірақ олай емес. Коланы пайдалану бойынша көш бастап тұрған Мексика. Орта есеппен жылына мексикандықтар коланың 745 құтысын ішеді екен. Құрама штаттағы орталау 400 шамасында.